Ислам қаржылары дегеніміз шариғат қағидаларына сәйкес келетін қаржы жүйесі. Ол дәстүрлі қаржы жүйесінің өзіндік философия және миссиясымен ерекшеленеді. Оның бас мақсаты шариғат қағидаларына сүйеніп, рухани этикалық тұрғыдан тазалықты сақтай отырып, қоғамның жағдайын жақсарту. Мұнда ислам институттары клиентпенен серіктес қарым-қатынаста болып, тәуекелдерді бірге бөліседі. Ислам қаржыларында бірнеше шектеулер бар. Оның біріншісі риба, немесе өсімқорлық. Яғни қарызға ақша беріп, пайыз ретінде пайда көруге тыйым салынған. Екіншісі ғарар. Ол келісім шарттағы белгісіздік пен тұрақсыздыққа тыйым. Үшіншіден, ол дериватив атты туынды қаржы құралдарына тыйым салынған. Төртіншіден, ол мейсір. Ол дегеніміз құмар ойындарға тыйым салынған. Сонымен қатар алкоголь, темекі және тағы басқа ислам заңдарына қайшы келетін экономиканың кейбір салаларына тыйым салынған. Бағалы қағаздар мұсылман сарапшылар алқасымен мақұлданған болуы міндет. Ондай тәжірибені қаржылық пәтуа деп атайды. Оған мұсылман сарапшыларының белгілі бір өнімнің шариғат қағидаларына сәйкес келетін не келмейтін туралы қорытындысы кіреді. Пәтуа бар екенін бағалы қағаздың проспектісінде көрсетілген. Ислам капиталы нарығында сукук атты қарыз құралы және акция негізгі қаржылық құралдар болып саналады. АИКС-тің ресми тізімінде Катар халықаралық ислам банкінің және Ислам даму банкінің сукуктары бар. Осыдан 2 ай бұрын алғаш рет жеке тұлғалар үшін бағалы қағаздар қол жетімді болу үшін табыс қосымшасында ислам биржалық ноталар ұсынылды. Қазіргі таңда олар инвесторлар арасында жоғары сұранысқа ие деп айтуға болады. Сонымен қатар тағы бір қуанышты жаңалық, бүгіннен бастап алтынға арналған биржалық ноталар пәтуамен расталған. Осылайша табыс қосымшасында осы ноталарды сатып алуға болады. Ислам бағалы қағаздарына инвестициялау үшін ислам дінін ұстану міндет емес, ол барлық адамдарға арналған. Қазіргі таңда көптеген елдерде әртүрлі дін өкілдері осы құралдармен пайдалануда. Біреу оны этикалық деп таңдайды, басқалары олар қаржылық дағдарысқа азырақ ұшырайды деп таңдайды. Бірақ қайда және қанша инвестициялау, ол тек инвестордың жауапкершілігі, оны естен шығармау керек. Назарларыңызға көп рахмет.